Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? 3 сыныптың математика сабағы, 96 сабақ. Үй жұмысын 1 тапсырмадан 7 тапсырмаға дейін бірге талқылайық. Бүгінгі сабақта текше тақырыбы, сен текшенің жазбасын дайындауды және оның моделін жинауды үйренесің. 1 тапсырмада бізде фигураларды ата дейді, әр түріне қанша фигура бар дейді. Бірінші тұрған бізде текше, екінші тұрған шар, тағы да текше, сосын шар тұр. Сонда 2 текше, 2 дөңгелек жаңағы шар тәріздес фигурамыз тұр екен. Текше барлық жақтары шаршы болып келетін көлемді фигура. Шаршылардың қабырғалары текшенің қыры, ал олардың төбесі текшенің төбесі деп аталады. Текшенің 6 жағы, 12 қыры, 8 төбесі бар. Мына жерде сіздерге текшенің суретін көрсетіп қойдым. Бұл жерде, яғни біз білу керекпіз, 6 жағы, әрбір жағы бізде шаршы тәріздес. Шаршы бірдей, барлық жақтар бірдей. 12 қыры бар. Барлық жағын есептейтін болсақ, жан жағын есептейтін болсақ, 12 қыры бар. Және 8 төбесі бар. Текшенің өлшемдері, яғни ұзындығы, ені және биіктігі болады. Ұзындығы, ені, биіктігі. Текшенің жақтары жайында не айтуға болады? Текшенің жақтары өзара тең. Тең бе дейді. Текшенің жақтары өзара бір-біріне тең болады. Әрбір жағы шаршы тәріздес болады. Міне балалар, мен сіздерге 1-2 тапсырманы бірге түсіндіріп өтуге тырысып жатырмын. Текше туралы біліміңді пайдалана отырып, түтіктер мен ермексаздан текшенің моделін жаса дейді. Текше моделін дайындау алгоритмін құр дейді. Бұл жерде біздерде практикалық жұмыс. 2 тапсырмада практикалық жұмыста сіздер дейтін түтікше жаңағыдай трубочкалар бар ғой, соларды пайдалана отырып, текше болғандықтан бұл жерде бірдей жаңағы 4 см алатын болсаң, барлық трубочканы 4 см етіп алып, оны ермексаздармен қосып, осындай жаңағы текшенің моделін жасау қажетсіңдер. Жаңағы түтікшелерді ермексаздармен бекітесіздер. Сол кезде осындай жаңағы шаршы текше шығу керек. Келесі тапсырма бізде 3 тапсырма. 3 тапсырмада есептерді шығарды. Дизайнер түсті қағаздан 6 дана көк, 4 дана қызыл қорап жасады. Бір қорапқа 36 квадрат сантиметр қағаз жұмсалған болса, барлық қорапқа қанша қағаз қажет болды дейді. Сонда есеп кім туралы болды? Дизайнердің жұмысы туралы да. Не белгілі бізде? 6 дана көк және 4 дана қызыл қорап бар екендігі. Бір қорапқа 36 квадрат сантиметр қағаз жұмсағандығы белгілі. Не белгісіз? Барлық қорапқа қанша қағаз қажет болғандығы белгісіз. Оны табу үшін біздер мынадай етіп қысқаша белгіні құрамыз. Көк қорап 6 дана, қызыл қорап 4 дана, барлығы белгісіз қағаз деп. Бір қорап бізде 36 квадрат сантиметр. 6 мен 4-ті қосамыз, 10 қорап бізде, барлығы 10 қорап, 10-ға 36-ны көбейтеміз, 360 квадрат сантиметр қағаз кеткен екен. Барлық қорапқа 360 квадрат сантиметр қағаз қажет деп жауап беретін боламыз. Келесі әсіндегі есептегі деректерді өзгерт, қосындысы 10 саны шығатындай қораптардың санын кез келген 2 санға ауыстыр дейді. Алынған есепті шығар дейді. Осы жердегі деректерді өзгерте отырып, біздер есепті шығарамыз. Мысалы, көк қорап 7 дана, қызыл қорап 3 дана деп аламыз. Барлығы белгісіз қағаз, бір қорап 36 квадрат сантиметр деп өзгертеміз. Өзгертпей жазамыз. Шешуінде 7-ге 3 қосамыз, 10 қорап, барлығы 10 қорап, 10-ды 36-ға көбейтеміз, 360 квадрат сантиметр қағаз. Барлық қорапқа 360 квадрат сантиметр қағаз қажет деп жауап беретін боламыз. Яғни ә бөлігінде өзіміз нұсқамыз бойынша санды өзгертіп шығардық. Келесі 4 тапсырмада да бізде текшеге байланысты практикалық жұмыс тұр. Үлгі бойынша текшенің жазбасын қалай әзірлеуге болатынын ойластыр. Нұсқалардың бірін таңда. Текшенің жазбасын досыңмен бірге жаса. Шаршының қабырғалары 4 см болсын. Яғни шаршының барлық қабырғасы бірдей ғой. Соны 4 см етіп алыңдар дейді. Текшенің жазбасын өздігінен қалай жасайтыныңды айт дейді. Өздігімізде немесе досымызбен қасымызда ақылдаса отырып, осы кітапта берілген сурет бойынша текшені жасап шығару керекпіз. Практикалық жұмыс. Өз бетімізбен орындаймыз бұны.
Келесі 5-ші тапсырмада ойнайық дейді. Ойыншының әрқайсысы 2 текшені лақтырады. Түскен сандарды көбейтіп нәтижесін жазады. Досың есептеудің дұрыстығын тексереді. Әр ойыншы ойынды 5 рет қайталайды. Мысалы, әртүрлі болуы мүмкін да. Екі ойыншыда да екі текшеден бар ғой. Біреуі лақтырған кезде 5 түсуі мүмкін, екіншісіне 6 түсуі мүмкін. Мысалы, сол кезде көбейтеміз. 5 пен 6-ның көбейтісі 30-ға тең. Келесі біріншісіне 2 түсуі мүмкін, екіншісіне 5 түсуі мүмкін. 2 мен 5-ті көбейтеді 10. Біріншісіне 3 саны түссе, екіншісіне 4 саны түсуі мүмкін. 3 пен 4-дің көбейтісі 12 деп осылай есептеп шығамыз. Солай бірнеше нұсқасы шығуы мүмкін. Екеуіне де бірдей, мысалы 6 цифр түсуі мүмкін. 6 мен 6-ның көбейтісі 36-ға тең. Екеуіне де бірдей 5 те түсуі мүмкін. 5 пен 5-дің көбейтісі 25-ге тең деп осылай шығаратын боламыз. Сонда бірнеше нұсқалары әлі де шығады. Ол сендердің өздерінің лақтырған текшелеріңізге байланысты болады. Бұл ойын сіздерге қызықты болады деп есептеймін, балалар. Өз достарыңызбен ойнап көріңіздер. Келесі 6-шы тапсырмада бөлінгіші белгісіз теңдеулерді көшіріп жазып оларды шеш дейді. Осы жерде бізде 6 теңдеу берілген, соның ішінде тек қана бөлінгіші белгісіз. Бөлінгіші белгісіз бізде мына жерде тұрған және мынау екеуін меңзермен сіздерге көрсетіп қойдым. Бөлінгіштері белгісізді. Орындары нетіп кеткен, қозғалып кеткен екен меңзердің. Сонда біздер осы екеуін ғана көшіретін боламыз. Қалғандарын көшірмейміз. Олар бізге берілген тапсырмада тек бөлінгіші белгісіз теңдеуді көшіріп жаздық. Яғни А мен 30-ның бөліндісі 9-ға тең. Бөлінгішті белгісіз санды табу үшін 9-ды 30-ға көйтеміз. А тең 270-ге. 270 пен 30-ның бөліндісі 9-ға тең. 9 тең 9 деп жазатын боламыз. Бөлінгіші белгісіз келесте X пен 40-ның бөліндісі тең 6-ға. Оны белгісіз санды табу үшін 6-ны 40-ға көйтеміз. Белгісіз сан тең 240-ға. 240 пен 40-ның бөлінісі 6-ға тең. 6 тең 6 деп жазатын боламыз. Келесі 7-ші тапсырмада ойын текшесінің қарама-қарсы қабырғаларының нүктелерінің қосындысын тап, заңдылықты анықта дейді. Яғни берілгені 4, 2, 1. Бұл нүктелердің қосындысы. Келесі нүктелердің қосындысы белгісіз, қарама-қарсы қабырғалары белгісіз, қабырғалардың қосындысы белгісіз. Қарама-қарсы қабырғалары 7-нен 4-ті азайтамыз 3, 7-мен 2-ні азайтамыз 5, 7-мен 1-ті азайтамыз 6. Келесі 3-ге 4-ті қосамыз, 3 пен 4-ті қосамыз 7, 5 пен 2-ні қосамыз 7, 6 мен 1-ні қосамыз 7. Бұл қабырғалардың қосындысы. Қосу мен азайту амалдарының өзара байланыс заңдылығы бар дейді бұл жерде. Міне, осы тапсырманы өздеріңізге түсініктетіп жазып алатын боламыз. Құрметті оқырмандар, бүгін сіздерге текше туралы сабағымыз ұнаған болса, каналға жазылып, подписаться батырмасын басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.